Мені көрген күннен мама деді. Тамара Асар өгей ұлына жазба арнады. Белгілі әнші Тамара Асар жолдасының бірінші некесінен туған ұлына арнап жазба жариялады. Өнер иесі осыдан 5 жыл бұрын бір баласы бар азаматқа тұрмысқа шыққан еді. Шын жүректен Әлішер баламызды туған күнімен құттықтаймыз. Ажартайдың арқасы. Денің сау, бауырың бүтін, айналаң аман болсын. Адалдық пен адамгершілік алға жетелей берсін. Арамызда пайда болған жылылық пен сыйластыққа сыза түспесін. Мені көрген күннен мама деп атаған сеніміңе рахмет балам. Өміріміз дәл осы суреттегідей сұлу болсын деп жазады әнші. Еске салайық, Тамара Асар не себепті 7 күнде тұрмысқа шыққанын түсіндірген еді. Танысар сәтте қандай әдемі әйел, мына әйелге мен үйленем деп айтып қалған сөзінің соңынан 7 күнде келіп, неке сақинасын салып тұрып, ұлым қамбарға офлайн яғни қасымда отырып, әкем тірі кез еді. Оған видео қоңырау шалып, біз үйленіп жатырмыз деді. Әкем рұқсатын берді. Сосын әкем көп ұзамай қайтыс болды. Үн шығармай күтуге тура келді. Пандемия басталып кетті. Сосын жар салып жария қылмадық. Анамның талабы солай болды. Некеміз Ақшұқырда әкемнің шаңырағында қиылды. Менің достарым да, оның туыстары да, бірге жақында жүрген дос-жарандарымыз да бұл жайында білмеді. Тойымыз 5 адаммен, құдалығымыз 6 адаммен өтті дейді әнші.